Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі жаңа сабақ 79-шы сабақ көктем келді. 7-ші тарау қоршаған орта. Жазғы тұры. Жазғы тұры қалмайды қыстың сызы, масатыдай құлпырар жердің жүзі. Жан жануар адамзат анталаса, ата-анадай елжірер күннің көзі. Түйе боздап, қой қоздап, қорада шу, көбелек пен құстар да сайда ду-ду. Гүл мен ағаш майысып қарағанда, сыбдыр қағып бұраңдап ағады су. Кемпір шал шуақ іздеп бала шулар, мал мазатсып қуанып аунап қунар. Жыршы құстар әуеде өлең айтып, қиқу салар көлдегі қаз бен қулар. Жазғы тұры қалмайды қыстың сызы деген жерде, жазғы тұры деген көктем, яғни жазға салым мезгілді айтады. Жазғы тұры деген жаздан бұрын келетін мезгіл. Сол көктем мезгілі келген кезде қыс мезгіліндегі ызғар суық сыз қалмайды дейді. Масатыдай құлпырар жердің жүзі деген жерде масаты дегеніміз қымбат бағалы жұмсақ барқыт жібек мата. Масатыдан қыздарға, келіншектерге сәнді көйлектер тігіледі. Көктемде сол жердің беті масаты сияқты қызылды жасылды әдемі болып құлпырады дейді. Жан жануар адамдар барлығы жан жақтан анталап келсе, күннің көзі ата-ана сияқты мейірленеді, жақсы көріп елжірейді дейді. Күн шуағын мейірлене бүкіл әлемге шашады. Түйе боздап, қой қоздап, қорада шу деген жерде қорада түйе қойлар балалап жатыр дейді. Қорада шу болып жатыр дейді. Яғни бұл жерде түйе жаңа туған ботасын иіскеп мейірленіп жатыр. Ал қойдың жаңа туған қозысын иесі жаурап қалмасын деп үйге әкетіп бара жатыр. Көбелек пен құстар да сайда ду-ду деген жерде, сай дегеніміз көлбеу келген далалық жер. Сай көбінесе таудың етектерінде, далаларда болады. Сол сайда барлық жерінде құстар мен көбелектер шулап, ұшып қонып жүр дейді. Ду-ду деген шулы деген мағына береді. Гүл мен ағаш майысып қарағанда, сыбдыр қағып бұраңдап ағады су деп ақын Абай атамыз көктемдегі табиғаттың әдемі көрінісін сипаттап айтады. Яғни көктемде табиғатқа жан бітеді. Қыс бойы ақ көрпеге оранып, ормандар, ағаштар жер ана бусанып, қар еріп, жылғалардан су ағады дейді. Гүл мен ағаш көктейді, майысып өседі дейді. Кемпір шал шуақ іздеп бала шулар деген өлең жолында көктем келіп, тіршілік атаулы жасарып, жаңарып жатқанда алтын күнде мейірін төгеді. Сол кезде кемпір шалдар күннің шуақ сәулесіне шомып, жылынып отырғысы келеді. Балалар шулап, ойнап, мәз болады дейді. Мал мазатсып, қуанып, аунап қунар деген өлең жолында мазатсып деген масаттанып, мәз болып деген мағынаны береді. Яғни малдар да көктемнің жайма шуақ күніне қуанып, мәз болып, жерге аунап, бір-бірін қуалап, ойнап жүр екен. Жыршы құстар әуеде өлең айтып, қиқу салар көлдегі қаз бен қулар деген өлең жолында көк аспанда жыршы құстар өлең айтып жатыр дейді. Ал көлдегі
Қаз бен аққу құстар жан-жақтан шиқылдап, қиқу салып, шулап жатыр екен. Көрдіңдер ме, оқушылар? Ақын Абай атамыз көктемдегі тіршілік атаулының өзгерісін керемет жеткізе білген. Видео ұнаса, Суретті әдебиет каналына тіркеліп, достарымызды шақырайық.